Баршаңызға сәлем достар, бүгін сіздерге осындай дәмді болып шығатын мини пицца рецептісін ұсынатын боламын. Дәмі деген сөз жоқ, керемет, жұмсақ, жасап көрсеңіздер өкінбейсіздер. Менімен бірге болыңыздар. Ол үшін бізге 450-500 грамдай ұн қажет, електен өткізілген, 1 шай қасық тұз, 1 шай қасық дрожж саламыз, және 1 ас қасық секер салып араластырып аламыз. Елу грамм жылы сүтімізді құямыз. Қырық грамм сары май ерітілген. Және 40 грамм сұйық май құйып, бір келкетіп қамыр илейміз. Су құямыз. Су 100-150 грамм аралығында кетті. Енді осының барлығын жақсылап илейміз. Қамыр жұмсақ болғаннан қорықпаңыздар, қолға жабыспайды, тек қана иін қандырып, жақсылап илеп қойсаңыздар болды. Бетін пищевой пленка немесе салафанмен жауып, 1 сағат көлемінде ашытып аламыз. Бір сағат өтті, қамырымыз ашыды, жұмсақ, өте нәзік қамыр. Әрі қарай бірнеше бөліктерге бөліп, дем алдырып қоятын боламыз. Менде 13 бөлік қамыр шықты, кішкентай. Бетін орамалмен жауып, 5-10 минут тұндырып аламыз. Оған дейін біз салмасын дайындайтын боламыз. Салмасына шұжық, ірімшік, қызанақ пайдаландым. Шұжықты үкіштің үлкен бөлігінен, ірімшікті кішкентай бөлігінен, ал қызанақты ұсақтап турадым. Әрі қарай соус, томатный паста менде 2 шай қасық және үстіне майонез қосып араластырып қойдым. Қамырымызды бір-бірден алып, саусақтар арқылы осындай дөңгелек пішінге келтіреміз. Қатты жұқада емес, қалыңда емес, орташа көлемінде дөңгелек пішінге келтіріп, пергамент қағазы төселген табамызға жайғастырамыз. Әрі қарай шанышқының көмегімен қамырымыздың үстін бірнеше рет тесіп шығамыз. Бұл ашыған қамыр болғандықтан піскен кезде бір шеті көтеріліп кетпеу үшін қажет. Енді соусымызды жағып, салмасын үстіне салатын боламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай.
Қызып тұрған пешімізге 20-25 минутқа пісіріп аламыз. Мінекей, алғашқы бөлігі пісіп шықты. Иісі деген керемет. Жұмсақ. Енді решеткаға қойып, суытып аламыз. Қалған бөліктерінде дәл осылай пісіріп алатын боламыз. Жұмсақ мини пиццамыз дайын. Сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, қоңырау батырмасын басып қойсаңыздар, жаңа рецептермен бөлісетін боламын. Сіздермен болған Замира, астарыңыз дәмді болсын.